Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен пигуди жасайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ болып піседі. Бірінші жылы суымызды құйып аламыз. 1 шай қасық тұзымызды саламыз. 2 шай қасық қантымызды салып аламыз. 1,5 шай қасық аштығымызды салып аламыз. Жақсылап қамыр илейміз. Осылай қаттырып қамыр илеп аламыз да 2 ас қасық үстіне май құямыз. Илеп алып 1 сағатқа бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Қамырымыз ашып дайын болғанша біз пияз бен капустамызды қуырып аламыз. Пиязымызды қызартып қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылды, енді капустамызды салып, бұны азырақ қуырып аламыз. Пиязымыз, капустамыз қуырылды, енді фарштың бетіне саламыз. Тұз, паприка, қара бұрыш. Осыны жақсылап араластырамыз. Азғантай соевый соусымызды құйып жібереміз. Қамырымыз ашып дайын тұр. Осыны бөліп, бөлшектерге бөліп. Сексен бес граммнан бөліп аламыз. Осылай бөлшектерге бөліп, томалақтап аламыз. Осылай дөңгелектеп жайып аламыз. Қатты жұқа алмаңыздар, орташа қалыңдықта жаямыз. Осыны алып, 1 қасық салмамызды салып, осылай әдемі қылып түйетін боламыз. Міне пигудиларымыз осылай дайындалады. Ұнаса лайк басып, комментарий жазып, қазақша арнаның дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Қайнатпай мұздай суға салып қойдым. Өзі қайнағанша көтеріліп, қайнағаннан кейін 45 минутқа қоямыз. Біздің пигудилеріміз дайын болды. Осылай томпақ болып шықты. Осылай сәбіз салатпен ұсынасыздар. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңызға рахмет.